Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Бүгінгі тақырып жалдамалы жұмыскерлер қалай табыс көрсетеді, яғни наемный жұмыскерлер, наемный работники. Жалпы өткенде маған бір азамат мынандай сұрақ қояды. Рүстем мырза, жалдамалы жұмыскерлер деген мемлекет қызметкерлері ма деген сияқты. Құрметті достар, былай түсіндірейін сіздерге. Жалпы адам баласы жұмысқа байланысты екі типқа бөлінеді да. Біреу жеке кәсіпкер болса, біреусі жалдамалы жұмыскерлер. Дәл осы менің алдыңғы видеомда жеке кәсіпкерлер, яғни ипшниктар, нотариустар, адвокаттар, өзіне жұмыс жасайтын азаматтар қалай доход көрсетеді, сол жайында видео болмақ. Ал бүгінгі видео, яғни сіз қандай да бір мекемеде жұмыс жасасаңыз, ол мемлекет қызметкері болуыңыз мүмкін, қандай да бір ТО-ға, қандай да бір АО-ға, қандай да бір ИП-ға жалданып жұмыскер ретінде болсаңыз, сіз қандай құжаттар жинауыңыз керек, доходты қалай көрсетуіңіз керек, сол жайында болмақ, құрметті достар. Дәл осы видео сіздерге қызықтыратын болса, соңына дейін көріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз видеоны бастаймыз. Енді қараңыздар, достар, құжаттар тізімі. Ең бірінші әрине жеке куәлік керек, немесе Қазақстан Республикасының паспорты керек. Өнен кейін неке куәлік болу керек, егер некеде болса. Егер неке бұзылған болса, неке бұзылды деген жайында куәлік керек. Егер ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс болса, онда қайтыс болды деген анықтама алып келулеріңіз керек. Мынаны әдейі жасылмен белгілеп қойдым. Яғни бұны барлық азамат алып келуге міндетті құжаттар. Яғни қайсы сізге жаңағы бар, соны алып келесіздер. Арғата үшінші құжат, жұмыс орнынан анықтама алып келулеріңіз керек. Төртінші құжат, жалақы жөніндегі анықтама 6 немесе 12 ай, оны кейін сіздерге түсіндіріп беретін боламын қалай екенін. Бесінші құжат, кредиттік тарихыңызды алып келесіз, түпнұсқасын толық шығарып алып келесіз. Менің YouTube каналымда кредиттік тарихты, яғни кредитный историяны қалай алу керек видео бар. Плейлист бөліміне өтсеңіз, сол жерде кредитный история деп жазылып тұр, сол жерден қараңыздар. Өнен кейін алтыншы құжат, выписка с картчета, яғни мына сіздің жалақыңыз, яғни сіздің табысыңыз қай банктың картасына түсіп жатыр, сол банктың картасына выписка алып келесіздер, соңғы 6-12 ай, онда сіздерге кейін айтып беретін боламын. Сонымен жетінші құжат, бұл тұрғын үй төлемдері жөніндегі анықтама. Бұны арнайы жаңағы мемлекет қызметкерлері, өнен кейін жаңағы Министерство оборонода жұмыс жасайтындар, және ішкі істер министрлігінде жұмыс жасайтын азаматтар алып келеді, яғни тұрғын үй төлемдерін алатын анықтама жөнінде. Сонымен достар, өздеріңіз көрдіңіздер құжаттар тізімі, Енді осы құжаттар тізімін жинайтын азаматтар бар, және мына құжаттар тізімін жинамайтын азаматтар бар. Яғни бұл құжаттар тізімі керек емес. Қандай азаматтарға? Мына жерге жазып қойдым, міне құжаттарды жинау керек емес. Банктың жүйесінде, отбасы банкінде, кез келген банкте предквалификация деген ұғым бар. Яғни сіздің доходыңызды алдын ала растау, алдын ала тексеру. Егер сіздің табысыңыз, яғни банк жүйесінде, мына ГЦВП деген ұйым бар да, өздеріңіз білесіз, мемлекеттік орган. Государственный социальный выплаты төлейтін. Сол арқылы сіздің табысыңыз автоматты түрде банктың базасына шығып тұрса, яғни Мырқымбай 350 мың табады, Күлпәш жаңағы 150 мың табады деп банктың базасы өзі автоматты түрде ГЦВП-дан тартып тұрса, онда сіз аталған 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші құжаттарды жинамайсыз. Яғни сіздің зарплатаңыз автоматты түрде базадан шығып тұрады. Енді құжаттарды жинайтын адамдар, олар кімдер? Соған толығырақ тоқталайық. Заң бойынша зейнетақы аударымдарынан, яғни пенсионный отчислениядан босатылған азаматтар мен азаматшалар. Мысалы, Қорғаныс министрлігінде істейтін азаматтар, Ішкі істер министрлігінде істейтін азаматтар, арнайы мемлекеттік орган қызметкерлері, тағы да басқа мекемелер болса, яғни өзінің қызметкері үшін зейнетақы аударымдарынан босатылған мекемелер. Ол кісілер мына құжаттардың барын жинап алып келеді. Көрдіңіздер да? Мына жерге пенсионерлерді қосуға болады, бірақ менің YouTube каналымда пенсионерлер жасы қандай болу керек, олар қандай құжат жинайды, қалай доход көрсетеді, арнайы видео бар, оны қарап шықсаңыздар болады. Егер дәл осы мекемеге сіздің қатысыңыз болса, мысалы да, осындай арнайы мемлекеттік органда істесеңіз, сізге пенсионный отчисление төленбейтін болса, мына құжаттарды жинап алып келесіз. Қосымша, жаңағы жалақы жөніндегі анықтама соңғы 12 ай болу керек. Карт шотыңыздан, яғни мына зарплатаңыз қандай банктың картасына түседі, сол шоттан 12 айдың выпискасын алып келесіз. Көрдіңіздер да? Енді мына жерде тағы бір мұғалімдер бөлек алып қарауға болады. Егер сіз мұғалім болсаңыз, соңғы 6 айда отпускіге шыққан болсаңыз,
онда мына тізімдерді түгел жинайсыз. Яғни сізде мына жалақы жөніндегі анықтама 12 ай алып келесіз, карта счетыңыздан 12 ай выписка алып келесіз. Егер соңғы 6 айда отпускіде болмасаңыз, сіздің доходыңыз банктың сайтынан, банктың жүйесінен автоматты түрде шығып тұрса, мына құжаттарды жинаудың қажеті жоқ. Яғни мына 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші құжат. Мына 1 мен 2 бұл кез келген азамат алып келеді. Яғни ол жеке басын куәландыратын құжаттар ғой. Ары қаратай тағы да мынандай қызметкерлері бар. Яғни пенсионный отчислениялары кешігіп түседі. Бухгалтериясы жаңағы отпускіде болып қалады, 35 күннен кешігіп түскендер бар. Немесе жаңағы зарплатасын карт счетқа емес, кассадан алатын азаматтар бар. Кейбір сондай ТО-лар бар, кейбір сондай ИП-лар бар. Жаңағы ақшаны карточный счетқа аудармайды, енді кішкене налог аз төлеу үшін жаңағы жұмысшысына өзінің кассасынан береді. Егер кассасы болса, бухгалтерия болса да, ол кісілер де міндетті түрде мына құжаттарды жинайды. Соған қосымша жұмыс орнынан түсініктеме алып келеді. Егер ол кісінің пенсионкасы, яғни пенсион отчислениясы мерзімнен бұрын түссе, немесе мерзімсіз түссе, яғни 2 айда бір, 3 айда бір түсіретіндер бар да, ондай азаматтар міндетті түрде мына жұмыс орнынан түсініктеме алып келеді. Яғни не үшін солай кешіктіріліп түсірді? Қандай заң бойынша кешіктіріліп түсірді деген сияқты. Немесе пенсионка неліктен төленбей жатыр деген сияқты. Көрдіңіз бе? Сонымен, егер жұмысшы жаңағы зарплатасын кассадан алатын болса, мына құжаттардың бәрін жинайды да, сонымен қоса мына расходный кассовый ордер алып келеді, соңғы 6 айдыкін, и платежный ведомость алып келеді, соңғы 6 айдыкін. Оны бухгалтерлар өздері жақсы біледі. Міне, анықтап, мұқият жаттап алыңыздар. Өңге шетелде жұмыс жасайтын азаматтар бар. Яғни ол қандай азаматтар? Ол жаңағы арнайы жаңағы жолдамамен кеткен азаматтар, немесе жаңағы біліктілігін жаңағы өзінің жаңағы білімін жетілдіру үшін сол жаққа жұмысқа кеткендер бар да. Егер сол кісілер шетелден жаңағы зарплата алып жатса, осы құжаттарды жинайды, мына құжаттардың барлығын жинайды. Сол жинаған құжаттары шетел өзге тілде болса, оны міндетті түрде жаңағы біздің консульствода легализациядан өткізу керек. Өнен кейін мына жаққа келіп, Қазақстанда оны міндетті түрде профессиональный переводчиктерден перевод жасатқызу керек. Яғни ол переводпен бірге апостилирование деп аталады. Жаңа нотариуспен перевод жасатқызып, профессиональный переводчиктер арқылы нотариустен заверить етіп керек. Міне көрдіңіздер да? Егер бұл кісілердің жаңағы алып жатқан ақшалары шетелде жүріп доллармен немесе евромен болса, қазіргі таңда курске айландырып, яғни өзінің сол төлем қабілетін растаса болады. Сонымен қатар мына вид на жительствосы бар азаматтар, олардың да автоматты түрде жаңа зарплаталары шықпайды. Өйткені ол Қазақстан Республикасының азаматтығын алған жоқ қой. Олар да мына бүткіл құжаттарды жинап келеді түгелін. Сонымен қатар мына вид на жительствосы бар азаматтарға айта кетейін, қарыз рәсімдегенде қарыз мерзімі мына вид на жительство қанша уақытқа берілді, соған тәуелді. Яғни мысалы 10 жылға берілсе, қарызды максимально 10 жылға ғана алады. Вид на жительствоның срогы 7 жылға қалса, 7 жылға ғана алады деген сияқты. Көрдіңіздер да? Енді достар, мына бүткіл ақпаратты қорытындылай келе, егер сіздің мына жаңағы айтып жатырмын, алып жатқан жалақыңыз, алып жатқан зарплатаңыз банктың жаңа предквалификация жүйесінен автоматты түрде шықпаса, міндетті түрде осы құжаттарды жинап келесіздер. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Жалдамалы жұмыскерлер қалай доход көрсетеді, қандай құжаттар жинайды, сол жайында болды. Тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.